Аделя екеуміз садикке келе жатырмыз. Аделя бер қараш. Ана гүл кімге? Апайымға. Садикке келе жатырмыз. Садикте уже жаттығу басталып кетіпті. Біз енді келе жатырмыз. Билеш? Биле. Күшті болып отыр ма? Бар жігіттер. Қайсыздар? Бүгін ерте жауып қойыпсыздар ғой, біз ерте келдік деп қоямыз. Апайлар жоқ. Садикке қызды тастап жұмысқа келдім. Жұмыста гүлдерге су құю керек болды. Сонымен шелегімді ұстап алып гүлдерге су құюға кірістім. Енді бүкіл мектепте анау екі адам жұмыс істейді дейді ғой. Біреуі Назарбаев, Тоқаев, біреуі мен деген. Мен болып тұрмын, басқалардың бәрі отпускада қазір. Сонымен гүлдерге су құйып жүрген жайым бар. Енді мектепте бос отырған жоқпын әрине. Гүлдерге су құйып, гүлдерді қарап, соларға жан-жақтарын ауыстырып, шөптерін жұлып, осындай әдемі керемет көріністі көре қойыңыздар. Әдемі болды. Содан кейін гүлдерді көріп кітапханаға жол тарттым. Кітапхананың біраз шамдарын сүрттім, кітаптарын орнына ауыстырдым. Және де бір кітап бастап оқыдым. Кеше бастаған. Өте күшті кітап екен. Уже мына жағына келдім. Мүмкін болса әуелі иманды бол дейді. Көрейік, енді сауат ашсын. Аман есен оқып бітейін.